Құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Назерке Сапарбек, алда көретіндеріңіз. Бір күнде 7 қуаныш, көп балалы 7 отбасы пәтер кілттеріне ие болды. Шымболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында тұғырында Сұңқар Сәкен, Жыр Сәкен атты әдеби музыкалық кеш өтті. Мекен-жай анықтамасын беру 1 қарашадан бастап тоқтатылады. Татар-башқұрт халқының ұлттық мерекесі Сөмбәлі мейрамы атап өтілді. Сәтпаев қаласының әкімі Асқар Ыдырысов салтанатты жағдайда 3 және 4 бөлмелі пәтер кілттерін көп балалы 7 отбасына табыс етті. Аналардың қуанышына ортақтасқан тілшіміз тақырыпты толықтырсын. Бүгін қаламыздың көп балалы аналарының бір тобы үлкен қуанышқа бөленуде. Мына менің қолымда тұрған кілт жай ғана есікті ашатын кілт емес. Бұл кілт бірнеше үйдің табалдырығын тоздырып, бірнеше жыл қатарынан пәтер жалдап тұрған көп балалы аналардың өз баспанасының есігін ашатын қуаныш кілті. Бүгін қалалық әкімдіктің кіші залында салтанатты жағдайда көп балалы 7 отбасына пәтер кілттері берілді. Шаһар басшысының айтуынша көп балалы аналарға қаламызда жыл басынан бері әкімдік тарапынан Қазақмыс корпорациясы және қайырымдылық қорлары меценаттар тарапынан барлығы 30-ға жуық пәтер кілттері табысталған. Жыл соңына дейін тағы да 14 көп балалы отбасы осындай қуанышқа кенелмек. Ал бүгін 7 отбасы қоныс тойын тойламақшы. Сәтпаев қаласының әкімі Асқар Абылайұлы аналарды қоныс тойларымен құттықтап, қуаныштарына ортақ пәтер кілттерін өз қолымен табыс етті. Бүгін 7 көп балалы отбасына пәтер кілтін табыстаймыз. Енді сәрсенбі сәтті күн дейді ғой. Бүгін пәтерлердің кілттері бұйырылы сіздерге. Соны табыстауға сәтті күнде. Атап өтейік, пәтер кілттерін алғандар қатарында Майдагүл Әбікенова, Айгүл Ахметова, Алмагүл Райымқұлова, Аяна Жаппарбаева, Гүлбаршын Кубенова, Гүлнар Елібаева сынды көп балалы аналар болды. Баспаналы болғандар қатарындағы Гүлнұр Насырова 5 баланың анасы. Бірнеше жылдан бері үй кезегінде тұрған көп балалы ананың арманы орындалып, Ерден көшесінен 3 бөлмелі пәтерге ие болды. Пәтер кілттерін алған аналардың өздері де туған туыстары да қатты қуанып, қала басшылығына деген алғыстарын білдірді. Мына келінім Насырова Гүлнұр 2013 жылдан бері осы үйде очередте тұрады. 5 баласы бар. Бүгін міне Аллаға шүкір. Үй берілейін деп жатыр қазір. Қуаныштымыз. Бәрі де қуанып, көптен күткен балалардың қуанышы. Сол әкімшілікке рахметімізді айтамыз. Шын жүректен қуаныштымыз. Өте қуаныштымыз. Біз Асқар Абылайұлы деніңіз сау болып, осындай көп бала аналарға көмегіңізді көрсетіп жатқаныңыз осы алды болсын. Сізге көп рахмет. Балашағыңыздың қызығын көріңіз. Сәтпаев қаласында пәтер кілттерін алған жалғыз бұл кісілер емес. Биыл Кеншілер қаласында барлығы 40-тан астам көп балалы отбасы қоныс тойын тойлайтын болады. Бұның бәрі мемлекет пен жергілікті биліктің жан-жақты қолдауы арқасында іске асырылуда. Алтынгүл Төлегенова, Әділхан Қали, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Биыл Сұңқар ақын Сәкен Сейфуллиннің туғанына 125 жыл. Осыған орай Шымболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында тұғырында Сұңқар Сәкен, Жыр Сәкен атты әдеби музыкалық кеш өтті. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Қазақ жұттаған қайғы бар ма? Қазақ пен қасіретке қатар ескерткіш орнатып қойса да олар. Әдеби музыкалық кеш осылайша саяси қуғын сүргін кезеңін және ақынның өмірінің соңғы сағаттарынан хабардар ететін сахналық қойылыммен ашылды. Серке театрының әртістері театрландырылған көріністерімен көрермендердің көздеріне жас алдыртты. Кейіннен сахнаға Сәтпаев қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның оқушылары шығып, ақын өміріндегі тың деректермен бөлісіп, қоғам қайраткерінің рухына тағзым етті. Жанын оның жауратты рас, ызғар, күз, салды өшпестей даладан да құздан із. Ол өлген жоқ, өйткені оның
Сәкен Сейфуллиннің 25 жылдық мерейтойына орай өткізіліп отырған іс-шаралар 13 қазаннан басталды. 13 қазаннан бері біздің мектебімізде Сәкен Сейфуллиннің 25 жылдық мерейтойына орай түрлі челленджер өткізілді. Бүгін, яғни 22 қазан күні Сәтпаев қаласындағы Шынболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның ұлдар хоры бұл іс-шараға атсалысты. Біз секілді тәуелсіз елдің өскелең ұрпақтары тұрғанда Сәкен Сейфуллиннің аты мәңгі өшпейді. Кеште Сәкеннің туындылары өлең болып оқылып, ән болып шырқалып, күй болып төгілді. Шара барысында әйгілі жыршы, термеші, әнші Мұхамбет Қожахметов халыққа ақынның кешегі аумалы төкпелі кезеңнің сұрқай көрінісінен хабар беретін шығармасының бірі Ақсақ киік әнін шырқап берді. Кей қазағы әдет қылған киек атып, мүйізін ақша алған, шетке ұсатып, сандалған бір киік-ай ұшырасты, бір жылау бетбай ұшылдау келе жатып. Ағады қара жерге тамған қанау, ентігіп шұрқырайды аушыбын жаны. Ота көз сарар қаның ақ бөкен-ай, келеді-ау әдуы келіп жығылғаны. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мұрындық болуымен ұйымдастырылған кеш барысында қаламыздағы белгілі ақындар Сәкен Сейфуллинға өз шығармаларын арнап, мектеп оқушылары ұлт жанашырының поэмаларынан үзінділер оқыды. Шара соңы Сәкен Сейфуллин атындағы білім ордасының оқушыларынан құралған хордың орындауындағы «Тау ішінде» әнімен аяқталды. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Ержан, Әділхан Қали, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Қазақстанда 1 қарашадан бастап мекен-жай анықтамалары жойылады. Яғни 1 қарашадан бастап азаматтар мекен-жайының қайда екенін egov.kz порталынан біле алады. Ал қағаз түріндегі енді азаматтардан сұралмайды. Министрліктің мәліметінше жыл сайын құжаттар алу үшін жеңілдіктер мен жәрдемақыларды тіркету және басқа да мақсатта мемлекеттік органдар мен ұйымдардың сұратуымен тұрғындар 10 миллионнан астам мекен-жай анықтамасын алады екен. Жұмысқа орналасу кезінде мектептерге, балабақшаға, емханаға, банктерге және тағы да басқа кезге деп анықтама алу үшін қазақстандықтар халыққа қызмет көрсету орталығының мемлекеттік органдардың табалдырығын тоздырып, үнемі кезек күтуге мәжбүр. Ендігі жерде 1 қарашадан бастап мекен-жай анықтамасы талап етілмейді және де мемлекеттік қызметтер реестрінен алынып тасталатын болады. Аталмыш жаңашылдықты азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамның Қарағанды облысы бойынша филиалының халыққа қызмет көрсету бойынша Сәтпаев қаласының бөлім басшылығы да растап отыр. 1 қарашадан бастап Қазақстанда мекен-жай анықтамасы тоқтатылады. Осыған орай мемлекеттік мекемелер, мектептер, медициналық мекемелер және тағы басқа мемлекеттік мекемелер азаматтардан мекен-жай анықтамасын алуды ешқандай құқықтары болмайды. Егерде азаматтардың өзінің мекен-жай туралы білгісі келсе, олар egov.kz жеке порталы арқылы біле алады, немесе egov.kz mobile деген бағдарламасы арқылы біле алады. Ал мемлекеттік органдарға келетін болсақ, азаматтардың мекен-жай туралы анықтамасын олардың ықпалдандырылған мемлекеттік жүйесі арқылы Ішкі істер министрлігінің ақпараттандырған жүйесі арқылы біле алады. Ішкі істер министрлігі өзінің мәліметтер базасын басқа мемлекеттік органдармен біріктіреді. Бұл халыққа мемлекеттік қызмет көрсету тетігін жетілдіріп, қызметті оңай етпек. Атап айтқанда, мекен-жай анықтамаларын беру процесі мүлде алынып тасталған, себебі бұл деректер барлық мемлекеттік органдардың мәліметтер базасында болмақ. 1 қарашадан кейін қандай да бір мемлекеттік органдар, халықаралық ұйымдар азаматтардан тұрғылықты жерінен мекен-жай анықтамасын талап етпеуге тиіс. Талап етілген жағдайда мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Қарағанды облысы бойынша
боюнча департаментіне, яғни 87212 504066 телефоны боюнча хабарласуға болады. Артысыз ба? Мен сізден кейін болам. Сізден кейін неше адам? Жақсы. Міне, осындай кезекте тұрып, қаншама уақытты сарп етпес үшін қағазбастылықтан арылу және мемлекеттік қызметтерді алу уақытын қысқарту мақсатында мекенжай анықтамасы енді талап етілмейтін болады. Бұдан кейін аталған анықтаманы алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына келудің қажеті жоқ. Алтынгүл Төлегенова, Еркебұлан Ержан, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Қаламызда Достық үйі жанындағы Дуслык татар-башқұрт этномәдени орталығының ұйымдастыруымен көпшілікке танымал Сөмбелі байрамы атап өтілді. Халықтық мерекеге айналып кеткен мейрамға тек диаспора өкілдері ғана емес, барша сәтпайыздықтар жиналды. Әр халықтың ежелден келе жатқан және қазір ұлттық мерекелер түрінде қайта жаңғырған дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бар. Татар-башқұрт халықтарының арасында осындай мерекелердің бірі күзгі егіс дала жұмыстарының аяқталуын білдіретін Сөмбелі байрамы мерекесі. Оны күзгі күн мен түн теңескен күні атап өтеді. Ежелгі уақытта халық бұл күнді астық жиналғанда, күзгі егіс аяқталғанда ұйымдастырған. Достық үйінде өткен мерекелік шараға тек Татар-башқұрт этномәдени орталығының мүшелері ғана емес, барлық тұрғын жиналды. Шарада ұлттық әндер шырқалып, әлемнің түрлі халықтарының билері орындалды. Сәтпаев қаласы әкімнің орынбасары Айгүл Төлендина жиналғандарды құттықтап, мұндай мерекелер әртүрлі жастағы адамдарды біріктіретінін, азаматтарымыздың бірлігін, төзімділігін нығайтуға және татар мен башқұрт дәстүрлерінің мәдени алмасуына ықпал ететінін атап өтті. Бұл мерекелерді өзіміз кеше ғана рухани келісім күнін атап өттік. Сол күнге тұпа-тұс келіп отыр. Ол біздің осы қазақ елінде әр ұлттың бір-біріне деген адамгершілігі, бір-біріне деген мейірімділігі, бір-біріне деген қолдауы деп білемін. Сол үшін сіздерге осы бірлік, береке сыйлап, осы балаларды сол жақсылыққа үйретіп, осы бір халық болып, Қазақстан халқы болып жүргендеріңіз үшін шын жүректен алғысымды айтып, осы мереке құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын деген келеді. Мерекеге жиналғандар татар-башқұрт тілдерінде шырқалған әндерді тыңдап, билерді тамашалады. Сонымен қатар қатысушыларға арнап түрлі ойындар мен сайыстар ұйымдастырылды. Огурец, морковь, перец сладкий и картошка. Давайте проверим. Запомнили? Да. Морковка. Есть. Есть? Есть. Есть? Есть. Есть. Но осталось один. Сәтпаев қаласында тұратын барлық халықтар арасындағы мәңгілік достықты, келісім мен татулықты бейнелейтін Сөмбелі егін фестивалі өте көңілді әрі қызықты өтті. Барлық қатысушылар халықтық мерекені қайта жаңғыртқан ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Ержан, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легосымен тәмам, алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.